Тікелей эфирді Алматы студиясынан жалғаймыз. Қайырлы таң, қымбатты көрермен. Құрметті біздің көрермен, апта басы дүйсенбі жақсылықтарға, жағымды жаңалықтарға толы болсын. Алматы студиясы өз жұмысын бастайды. Және біздің студиямызда қонақта. IELTS бойынша эксперт, әлемде 17 жасында максималды балл алған жалғыз адам Сая Қыдырәлі қыздарыңыз. Сонымен қайырлы таң. Қайырлы таң. Құттықтаймын. Рахмет. Және осы көрсеткіш бойынша Гиннес рекордтар кітабына еніпсің. Рас ақпарат па сол? Гиннесқа пока біз заявка бердік. Пока ол заявка қабылданып жатыр. Ал жалпы, әлем бойынша мен ең жас адаммын. 17 жаста осыны ұпайды жинаған. Ұпайымыздың саны 9, қымбатты көрермен. Әдетте 6, 7 алып жатады ғой енді ересектерде. Ал, мінекей. Бұған дейін енді бұндай рекордқа жеткен адамның жасы қаншада болды сонда? 20 жаста болды. Сіз қазір 17 жаста осындай жетістікке жетіп отырсыз. Бәрекелді, тамаша, құттықтаймыз. Бұл енді халықаралық деңгейдегі ағылшын тілінің сынағы ғой, енді IELTS деп отырғанымыз, көпшілік білетін. Оған адамдар жылдап, қаншама дайындалады, қажырлы еңбекті талап етеді. Ал сіз ағылшын тілін үйренуді кішкентай кезіңізден бастаған шығарсыз енді. Әрине, менде бұл IELTS жолында бірнеше жыл бойы жүрмін. Жалпы ағылшын тілімен 6 жасымда адаммен бірге үйрене бастадым. 7 жасымда дұрыс методиканың арқасында еркін сөйлей бастадым ағылшын тілінде. 9 жасында сабақ бере бастадым на волонтерской основе. Сөйтіп бірінші IELTS-ымды мен өзім 11 жасымда тапсырғанмын. Сол кезде өзімнің ең жоғары деңгейде болғанмен ағылшын тілім небәрі 6-да 5 ұпай жинап қалдым. Өйткені IELTS емтиханына тек қана ағылшын тілін білу ғана қажет емес. Ол жаққа емтиханның өзін түсініп, логикасы мен стратегиясын түсіне білу керек. Содан кейін мен тағы да IELTS-ті 15 жасында 2 рет тапсырдым. Одан кейін 16 жасында 8-де 5 ұпай жинадым. Және общий санайтын болсақ, IELTS емтиханын 20 рет тапсырыппын. Мінекей, қымбатты көрермен, дәл осындай біздің жастарымыздың жетістігі бар. Биыл 11-ші сынып оқушысы оқуды бітірейін деп отыр, тамамдайын деп отыр. Бірақ ары қарай қай оқу орнын таңдайсың деген сауалға Сая қызық жауап берді. Мен жалпы, осы жылы мен 11-ші сыныпты бітіремін, яғни мектеп бітіремін, бірақ мен сразу универге түсіп кетпеймін, яғни мен gap year аламын. Бұл практика өте Америкада, Европада өте жиі қолданатын практика. Яғни мен 1-2 жыл бойы өзімді басқа салаларда, мысалы кәсіпте өзімді көргім келеді. Және өз мамандығымды тщательно прям таңдағым келеді. Негізі бұл дүние бұрындары өте бір түрлі қабылданатын берік есіңізде ғой, енді оқу бітіргеннен кейін оқуға түсе алмай қалыпты. Бірден оқуға түсіп кету керек, оқуға мектеп бітірген адам түспесе, ол кәдімгідей отбасы үшін қайғы болатын еді ғой. Қазір оны, қымбатты көрермен, заман өзгеріп жатыр, талап өзгеріп жатыр. Қазір біздің жастарымыз, мен түсінейін бұл өмірде, кім болғым келеді, қай бағытта дамығым келеді деп жаңағыдай 1-2 жылдық үзіліс алып өзін іздейді. Оның үстіне жаңа ғана Сая айтып отыр, мен кәсіпкерлікте өзімді сынап көргім келеді дейді. Негізі кәсіпкерлік жұмыс Саясы де басталып кетті ғой. 14 жасыңызда 2 бірдей оқу орталығын ашып үлгердіңіз. Олардың жұмысы бүгінде қалай жүріп жатыр және олардың қатары саны көбейді ме? Бізде қазір Алматы қаласында өзіміздің 2 мектебіміз бар. Біз өз мектебімізде тек қана жалпы ағылшын тілін ғана емес, IELTS емтиханына дайындаймыз, әртүрлі визовый интервьюларға дайындаймыз студенттерімізді, Flex бағдарламасы бойынша дайындаймыз. Яғни мен өзім Flex бағдарламасын өткенмін және қалай өтетін барлығын нақты білгендіктен оқушыларға сол өз көмегімді көрсете аламын. Болашақта өз мектебімді тек қана Қазақстан бойынша емес, тынды елдерінде әлемнің әр елінде өзіміздің мектепті ашу жоспарда бар. Бәрекелді. Болашақта сіз осы кәсіпкерлік бағытты жалғастыратын сияқты болып көрініп отырсыз маған. Және бұл тұрғыда қандай білім алу керек деп ойлайсыз енді? Деген жоспар бар шығар алдын ала? Әрине, кәсіп деген бұл тек қана теория жағынан білім ғана емес, бұл практикада қолданатын білім, яғни оны қаншама сен кітаптан оқысаң да, универден оқысаң да, ол практикада әрқашанда басқа болады. Соған қарамастан кәсіпті менің ойымша оқу керек, яғни оған қанша сен нем құрайлы қарағанмен академиялық тұрғыдан білім қажет деп ойлаймын. Білім керек, білім керек. 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 Білім керек, білім керек.
Біз қазір мына видеода тамашалап отырған дүниеге түсінік беріп кетсеңіз. Әлеуметтік желіні өте белсенді жүргізушілердің қатарынан екенсіз. Өзіңіздің өмірбаяныңызды жариялап отырасыз. Жалпы оқырмандардың сізге деген ықыласын да байқап жатырмыз. Желі бұл сіздің жұмысыңыздың жүруіне кәдімгідей оң ықпалын тигізеді ғой, Сая? Әрине, жалпы мен әлеуметтік желіні өте қатты активно жүргізбейтінмін. Өзімнің Инстаграм парақшамды мен 14 жасымда бірінші рет ашқанмын. Оған дейін менде Инстаграм, TikTok болмаған, даже телефон болмаған. Мен әрқашанда кнопочный телефон ұстап өскенмін. Өйткені барлық уақытымды мен ағылшын тілін үйренуге, басқа да білім үйренуге қойғанмын өз зейінімді. Бірақ Инстаграм парақшасын, TikTok парақшаларын ашқан кезде мен жастардың маған қарап мотивация алғанын байқап, содан шабыт алып, өзімнің парақшамды активно жүргізе бастадым. Мұны қандай керемет. Ал енді өзіңіздің орталығыңыздан білім алушылардың ішінде жастар көп пе, әлде жасы ұлғайған азаматтар көбірек пе, қалай? Және олар осындай жас мұғалімді көрген кезде қалай қабылдайды? Жалпы менің мектебімде қазір менен жасты оқушылар өте көп, яғни 9-шы, 10-шы, 11-шы сынып оқитын оқушылар өте көп, өйткені ол кісілер мені role model ретінде көреді, яғни маған қарап, менің балымды қарап, маған ұқсағысы келеді, және ол өте керемет. Сонымен қатар біздің мектепте ересек адамдарды көп, яғни IELTS-ті тек қана оқу үшін ғана тапсырмайды ғой. IELTS-ті карьерный рост үшін тапсырады. Сондықтан IELTS емтиханы барлық бағдарда керек болғандықтан бізде әртүрлі жастағы адамдар оқиды. Қандай керемет. Енді бізді тамашалайтын ата-аналар бар, өзіңмен жасты оқушылар бар. Әдетте көп қаражатты осы қосымша сабақтарға, репетиторларға жұмсайды ата-аналар. Бітпейтін, мен білем, енді жылдап ағылшын курстарына барып жатады. Жаңағы бүкіл 12 шақтың барлығын зерттеп. Қалай ойлайсың? Сол барлық шақтар болашақта керек пе? Мәселен, IELTS тапсыруда, жалпы бітпейтін ағылшын курстары, бірақ нәтиже жоқ. Бұны қалай түсіндіресің? Жалпы адамда барлық істеген нәрсесінде жүйе болу керек деп ойлаймын. Эффективті жүйе болу керек, яғни ол эффективті жүйені қандай салаға қойсаң да, кәсіпке қойсаң да, тіл үйренуге қойсаң да, ол нәрсе саған аз уақыттың ішінде жақсы көрсеткіштерге келуге көмектеседі. Яғни ағылшын тіліне келетін болсақ, менің ойымша, егер адамдарға бір четкий план берсең, эффективті методика берсең, сол бойынша оқысаң, әр адам қысқа уақыттың ішінде ағылшын тілінде еркін сөйлеп кете алады. Қысқа уақыт дегеніміз ол қанша уақыт? Қысқа уақыт дегенім, менің ойымша, ол жарты жыл, 1 жыл сол көлемінде. Кәдімгідей деңгейді көтеріп алуға болады, Әрине. Енді өзіңіздің осы кәсіпкерлік тұрғысынан алғандағы жетістіктеріңізге келетін болсақ, анаңызға пәтер сыйлаған екенсіз, Тағы да қандай нәтижеге қол жеткізіп жатырсыз? Жалпы менің анама пәтер сыйлау деген ол кәсіби тұрғыдан бір достижение деп қарамаймын, өйткені бұл менің балалық арманым болған, өйткені анам мені өсіріп, енді ағылшын тілін үйретіп, барлық білімін маған берген, барлық инвестиция жасағандықтан бұл менің бала күндік арманымды мен өзім жүйеге асырдым. Бірақ сонымен қатар мен өзімнің студенттеріме, өзімнің командама әрқашанда мотивация қойып отырамын. Біздің мотивация жүйеміз өте эффективті. Егер студентіміз біздің 8-5 ұпай алса, біздің мектеп студентімізге су жаңа көлік сыйлайды. Сол сияқты біз 2024 жылы ноябрьде 2 студентімізге су жаңа көлік сыйладық 8-5 ұпай жинағанына. Және 8 жинаған студенттерімізге, сіздер көретін шығарсыздар, біз путевка сыйлап жатамыз, яғни демалыс сыйлап жатамыз, Дубай, Египет елдеріне. Дәл сондай мотивация жүйесі біздің командаға да бар. Командаңызда қанша адам? 60-тан астам. Ол жерде өзіңіз, одан кейін жаңағы бухгалтерлік есеп шот бөлімі бар шығар, ал ұстаздар кімдер? Біздің ұстаздар өте білікті мамандар, әрқайсының IELTS-ы кемінде 7-ден 0, яғни C1 деңгей. Сонымен қатар біз ұстаздарды тек қана ағылшын тілі деңгей, яғни профессионалды тұрғыдан ғана емес, адами тұрғыдан да өте қатты қараймыз, яғни ол кісі қаншалықты жақсы түсіндіре алады, жақсы өзіне располагать салады адамды. Яғни әр мұғалімді
мен өте тщательно отбордан өткіземін. Психологически бізде тест болады әр мұғалімге. Қаншалықты стрессоустойчивый дегендей. Мұғалімдеріңіздің жас үлкендері бар шығар, иә? Бізде командамыздан әлде бәрі көбісі өзіме жас адамдар, өйткені жастардың энергиясы басқа болады ғой. Мен көз алдыма елестетіп отырмын да, Сая 17 жасар. Жұмысқа қабылдаушы. Жұмысқа қабылдаушы, мәселен 30-дағы 40-дағы кісіні психологиялық тұрғыдан тексеріп. Міне, қымбатты көрермен, IELTS-тан жастар арасында ең максималды балл әлем бойынша 9 баллды жинаған біздің бүгінгі қонағымыз Сая Қыдырәлі. Мен Саядан тағы бір нәрсе сұрағым келіп отыр осы жұмысқа қатысты. 17 жасыңызда мұншама адамды, үлкен ұжымды басқару, ол оңай дүние емес екені белгілі ғой. Жалпы осы менеджерлік жұмыста қандай қағидаларды негізге аласыз, қалай басқарасыз, қалай барлығына үлгересіз, сабағыңыз бар, жұмысыңыз бар? Жалпы менің ойымша, адамға дұрыс приоритет қоя білсе, адам барлығына үлгере алады. Яғни мен айта алмаймын, мен мектепте өте жақсы озат оқушымын деп. Мектепке мен қатты көп көңіл бөлмегендіктен, көңілімнің барлығын бизнеске немесе ағылшын тіліне, IELTS-ға бөлгендіктен, сол жақта менде өте жақсы нәтижелер бар. Ал бірінші сұрағыңызға тоқталып өтсек, қандай қағидаларды ұстанам? Мен жалпы өте жақсы мотивация. Мен жұмысшыларды адам ретінде емес, жүйе ретінде қараймын. Егер жүйе дұрыс болса, яғни барлық команданың жұмысы да жүйелі түрде болады. Яғни маған өте жапондықтардың қағидаларына, егер бизнесте бір нәрсе дұрыс емес болса, сен жұмысшыларға бір нәрсе айта алмайсың, яғни сен дұрыс жұмыс жасай алмадың деген емес, ол жүйеге проблема. Ал жүйе деген ол басқарып отырған адамға деген проблема деген сөз. Яғни менің ойымша жаман жұмысшы жоқ, ол жұмысшыны дұрыс емес қолдану деген бар. Дұрыс қолдана алмайтын басшы бар дейсің ғой. Дұрыс менеджмент керек дейсіз ғой. Әрине. Жақсы, енді Саямен сұхбаттасып отырып, шыны керек, біраз таңғалып отырған жайым бар. Оны жасыра алмаймын. Сая, осы бағытыңыздан таймаңыз, Алла тіл көзден сақтасын, қашанда абыройыңыз асқақ, мерейіңіз үстем болсын. Рахмет үлкен.